Біз бүгін омыртқасы жануарлардың ас қорыту жүйесі және астың қорытылуы туралы сабағымызды жалғастырамыз. Өткен сабақта гидраны өткенбіз. Гидрада жасуша ішілік ас қорыту болатын. Яғни оның сызбасы ауыз, ішек қуысы, ас қорыту вакуолі. Ал енді бүгін ақсұламаның ас қорыту жүйесімен танысамыз. Ақсұлама деп аталынатын құрт. Ол ауыз арқылы жұтқыншағын айналдырып сыртқа шығарады. Сөйтеді жұтқыншағын қорегіне сұғындырып, оны тұтастай жұтып алады. Қорек ішекте қорытылады. Яғни оның сызбасы ауыз, ауыздан кейін жұтқыншаққа барады, одан кейін ішек. Шұбалшаң, ол да құрт, бірақ оның ас қорыту жүйесі күрделі. Оларда ауыз, жұтқыншақ, өңеш, жемсау, қарын, ішек болады. Ас жемсауда жұмсарады, қарында араласады, ішекте қорытылады. Сонымен шұбалшаңның сызбасын қайтадан есімізге түсірейік. Тамақ ауызға барады, ауыздан жұтқыншаққа өтеді, жұтқыншақтан өңешке барады, өңештен жемсауға барады. Жемсауға келген тамақ жұмсарады. Ол қарынға түседі, қарында араласады, ал ең соң ішекте қорытылады. Зауза қоңызы немесе бунақ денелердің ас қорытуы. Оның мысалы ретінде зауза қоңызын аламыз. Бұнда төменгі тісшелі жағымен жапырақ түйірін аздап ұсақтайды. Бұдан соң өңеш өтеді. Өңеш арқылы ас тісшесі қарынға түсіп араласады, ұсақталады, ішекте қорытылады. Яғни зауза қоңыздың сызбасы өткір хитинді үстіңгі тақташа, тісшелі астыңғы жақ, өңеш, тісшелі қарын, ішек. Сонымен біз омыртқасыздардың ас қорыту жүйесімен таныстық.